Құрметті әріптестер, біздің қазақ тілі секциясының барлығы кіріп отыр деп ойлаймын, бәріміз кіріп отыр екенбіз. Яғни Етекбаева Жанар Мұсаевна барсыз, Мәкішева Гүлзира Нұрмашевна, Саметова Гүлмира Сайлаухановна, Мүслимхан Монжи. Қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Бүгінгі вебинарға барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Жұмысымызды бастайық. Өзімді таныстырып өтейін. Қазір мына қосайын. Так, запись қосылып тұр, құрметті әріптестер. Мен даусым естіліп тұр ғой, Так, біздің записіміз естіліп тұр ғой. Так, барлықтарыңызға бүгінгі вебинардың тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Енді біз өзіміздің көрсете берейін. Секциямыздың жұмысы, яғни элективті курстардың авторлық бағдарламаларымен сіздер қазір таныстырып өтесіздер. Мен өзім осы секцияның модераторымын. Махамбетова Роза Қайребековна, Алмалы ауданы 15-ші гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, және осы өзіміздің гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні әдістемелік кафедрасының жетекшісімін. Авторлық бағдарлама барлықтарыңызға белгілі. Бұл жалпы білім беретін стандартқа сай оқу пәнінің білім беру мазмұнына анықтайтын, оқушылардың қажеттіліктерін негізінде пәндерді оқытуды тереңдету мақсатында нәтиже тұлғалы дамытуға бағытталған. Педагогикалық құндылық пен жаңалықтардан хабардар ететін авторлық педагогикалық шығармашылық іс. Жаңа сіздерге Айна Сәбетовна бәрін түсіндіріп кетті, яғни авторлық бағдарламаның алгоритмін таныстырып кетті, яғни 7 бөлімнен тұратындығы, оны мен сіздердің алдарыңызда қайталамай қояйын. Осы тұрғыда енді менде өзімнің авторлық бағдарламамен қысқаша таныстырып өткім келеді. Бұл бейәдеби сөздермен және тіл мәдениеті деген 7-8 сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Енді бұны мақсат міндеттері оқушылардың тіліндегі бейәдеби сөздердің сипатын ашып, туындау себебін анықтау, тіл мәдениетін сақтау жолдарын ұсыну, оқушылардың тіліндегі бейәдеби сөздерді талдай отырып, дұрыс сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі көрсетілген білім мен білік дағдылары оқушылардың тұлғалық қабілеттерін арттырады, және де қазіргі кезде балалардың ашу-ызасыз қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Ғылымилығы бұл жерде әртүрлі эксперименттер жүргізу арқылы шешу жолдарын қарастырамыз. Онан кейін келесі бұның енді жаңа мазмұндық бөлімдер бойынша енді барлығына тоқталмай қояйын. Бізде бұл 3 модульден жасап отырмын. Бірінші модуль бейәдеби сөздер. Оқушылардың бір-бірімен жағымды қарым-қатынас орнатуына бағытталған кейс әдісі арқылы жағдаяттық тапсырмалар беріліп, оқушылар ситуациядан шығу жолдарын қарастырып, талдау жасайды. Дербес, жұптық, топтық жұмыс түрлері жүргізіледі. Ал екінші модульда сөз құдіреті деп алынды. Бұл бөлімде сөздің адам өміріне әсері, сөздің құдіреті, жақсы сөз бен жаман сөздің айырмашылығы, тіл тигізудің құқықтық реттелуі туралы мәселе қозғалады. Яғни қазіргі кезде барлықтарыңыз білесіздер, балалар көбінде сыртта жүргенде дөрекі сөздерге әуес болады. Міне содан аулақ болуға бағыттау бұл бөлімнің негізгі мақсаты болып табылады. Және үшінші модуліміз сөз әдебі. Бұл модульде оқушылардың бір-біріне комплимент айту, эвфемизм сөздерімен жұмыс істеу, әлеуметтік желідегі бейәдеби сөздердің көрінісі жайлы тапсырмалар орындайды. Енді нормативті бөлімде өздеріңізге жаңа көрсеткендей, тура сол КТП сияқты ғой енді біздің жасалынған, барлығы тәжірибелік бөлімі, теориялық бөлімі бөлінген. Онан кейін мақсаттары осы 7-8 сыныптың қазақ тілі оқу бағдарламасына сай алынған. Міне мен қысқаша сіздерге айтып өтетіндігім. Енді сіздерге сөз берейін. Бірікті тақырып екен.
Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Келесі сөз Макишева Гүлзира Нұрмашевна, педагог зерттеуші, Алмалы ауданы 15-ші гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сөз сізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Макишева Гүлзира Нұрмашевна, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Алмалы ауданы номер 15-ші гимназияның мұғалімі. Менің элективті курстың тақырыбы шешендік сөздер шеберлік өрнегі деп аталады. Жалпы мақсаты ел өмірінде ғасырлар бойы қолданылатын салт дәстүріміздегі шешендік сөздерді насихаттау, сөз мәдениетін анықтау, пікірталас мәдениетін жетілдіру. Бағдарламаның өзектілігі бүгінгі таңда әлемдік ғылым мен өркениет деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие үдерісінде тіл құдіретін шешендік сөз табиғатын таныту, тілдің тазалығы, ойдың айқындылығы, жүйелілігін ұғындыру, алған білім негіздерін өзінің қажеттілігіне жарата білу. Ерекшелігі жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жоспарланған. Бұл бағдарламада оқушыларға шешендік сөз шеберлігінің дамуын, шешендік сөздердің мағынасы мен мәнін ашуға, би шешендердің сөз саптауын тануға, шешендіктің қыр-сырын түсінуге көмектеседі. Құрылымы 34 сағат 3 бөлімнен тұрады, аптасына 1 сағат 10-11 сынып оқушыларына арналған. Шешендіктің қыр-сырын түсіну жолдары. Бірінші бөлімде шешендік сөз өнері, шешендік сөздің сапалары, шешенге қойылатын талаптар, шешендік сөздің түрлері. Екінші бөлімінде ұлттық шешендік өнер. Қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер. Қазақтың ұлттық шешендік өнерінің ерекшеліктері, шешендік мақал мәтелдер және терме. Үшінші бөлім шешендік өнер. Шешен билердің шешендік үлгілері, қазақ шешендерінің көрнекті өкілдері, шығармашылық жұмыс және сөз өнері, тәжірибелік жұмыс. Келесі, негізгі аспектілері неге көзделді? Білім алушыға бағытталуы. 10-11 сынып оқушыларына арналған қазақ тілі оқулығында шешендік өнер, шешендік сөздер туралы ақпараттарына қосымша элективті курста толық ақпарат алуға бағытталған. Шешендік өнер тақырыбын ағышуға бағытталған жаттығулар, түсініктеме сөздермен жұмыс, мәтін мазмұны мен болжауға байланысты сұрақтар қою. Оқушыларға қызықты болатын ақпараттардың қамтылуы. Қазақтың атақты би шешендері Төле би, Қазбек би, Айтеке би, Мөңке би, Жиренше, Сырым, Шәккі, Саққұлақ, Құнанбай, Абай тағы басқа би шешендер туралы ақпараттармен жұмыс. Сөйлеу дағдыларын жақсарту және дамытуды үлгісінің болуы. Әртүрлі шешендік өнерлерді дамытуға арналған тапсырмалар. Шешен ойшылдар туралы ақпарат беріледі, астарлы ойды анықтайды, таныстырылым дайындайды, тақырып бойынша қысқа монолог, диалог құрайды. Ой-талқы, пікірталасқа қатысады, постер, тест құрап, эссе жазады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлзира Нұрмашевна. Оқушыларыңыз шешендік сөздерді біле отырып, сөз саптауларына үйренуіне тілектеспіз. Рахмет. Ал келесі сөз Саметова Гүлмира Сайлаухановнаға беріледі. Педагог зерттеуші Мұхтар Әуезов ауданы нөмір 130-шы Ильяс Жансүгіров атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Слайдыңызды қосуыңызға болады. Түсінбедім, ол кісі шығып кетті ма? Жоқ қой мына жерде. Ол кісі қайда кетіп қалған? Жаңа отыр еді ғой. Онда келесі сөз Муслимхан Монжи апайға берейік, педагог зерттеуші нөмір 15-ші гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғаліміне. Рахмет, Монжи апай. Оқушыларыңыз биік шыңдарды бағындыра берсін.
Ал онда Рахмет. келесі сіз Гүлмира Сайлаухановна, сіз жоғалып кеттіңіз ғой. Мен де интернет шығарып жіберді де. Жақсы. Енді Аха. кезек Кешіріңіздер. сізге береміз. Сонымен қазір Саметова Гүлмира Сайлаухановна өз іс тәжірибесімен бөліседі. Педагог зерттеуші, Әуезов ауданы нөмірі 130-шы Ильяс Жансүгіров атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сіздеріңізге рахмет. Рахмет. Рахмет, Гүлмира Сайлаухановна. Осымен бүгінгі вебинарымызға қатысқан спикерлеріміз өз бағдарламаларымен таныстырып шықты, іс тәжірибелерімен бөлісті. Барлық тақырыптар өзекті, танымды, білім алушыларымыздың қажеттілігін қамтамасыз етті деп айта аламыз. Әріптестер, барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз жандана берсін. Шәкірттеріңіз биік шыңдарды бағындыра берсін. Қазір барлығымыз жалпы залға кіретін шығармыз. Кәнекей көрейік. Рахмет. Қазір Рахмет, сұрап көрейін, пока бәріңізге отыра сәттілік. тұрайық, қазір айтатын шығар, бәріміз кіргізетін шығар. Сұрап жатыр ма вебинар? Бірінші секция. Болдық. Бір ұсыныс, осы жасалып жатқан еңбектің барлығы жазба түрде қалып қоймай, тәжірибеге енгізіліп, бір-бірімізбенен ақылдасып, осы балаларымызды, алдымыздағы отырған оқушыларымызды ұлтжанды, тілді сүйетін, тілді құрметтейтін, өте мәдени, әдепті сөйлейтін тұлғаларды тәрбиелеуімізге еңбектене берейік, бәрімізге де сәттілік. Иә, бәріміз Жақсы жұмыстар жасалып жатыр, тіл жанашырларымыз практикаға ғой. енгізейік. Иә, балаларымыздың шынында да барлықтары кәдімгі әдеби сөзбенен, жаңағы Көркем сөзбен. айтылып жатқан бейәдеби сөздерден аулақ болған. Аулақ болса, иә, сол ғой. Шешен кішкене ата тыңдап бабаларымыздың ары қарай жалғастырылуын қалаймыз Иә. әрине. Сондықтан сол тіл жанашыры біздер болмасақ, басқа ешкім оны ойламайды ғой. Сондықтан осы өзіміздің осындай